Сабақ болар оқиға. Әйелі перзентін өмірге әкелу үшін перзентханаға кіріп кетті. Бала аман-есен туылды. Анасы науқастанып өмірден өтті. Әйелінен айырылып, перзенті анасыз қалғанына әке қатты қайғырды. Баласын өзі бағып өсіре алмайтынын білген әке әпкесіне апарып берді. Өзі 7 айдан кейін басқа әйелге үйленді. Жаңа әйелінен бірінен кейін бірі 2 ұл-қыз перзенттер туылды. Арадан 3 жыл өтіп, әпкесіне берген ұлын отбасына алып келді. Екінші анасы өз балдарына жақсы қарап, ал жетім балаға жаман көзбен қарап, мейірім көрсетпей, айқайлап, әр сөзінде түрткілеп, күн бермей тамақты бөлек ішкізетін, дастарханға бірге отыруына мүмкіндік бермейтін. Бір күні кешке төркіннен қонақтар келді. Дастарханда түрлі тағамдар, жемістер бар еді. Жетім бала жегісі келіп, қолын созғаны сол еді. Өгей шешесі қолынан ұрып жіберді де тарелкаға кішкене күріш салып балконға шығарды. Балаға қатты ұрысып, сол жерде қозғалмай отыр. Қонақтар кеткесін, шығасың деген даусын шықпасын деді де ішке кіріп кетті. Бейкүнә бала ішке кірсе, өгей анасы ұрсатынын біліп, сол жерде жылап отырып ұйқыға кетті. Қонақтар кетті. Әйел өз балдарын бөлмелеріне ұйықтатуға алып кірді. Күйеуі кеш болғанда жұмыстан келді. Балаларын сұрады. Әйел, бәрі ұйықтап қалды деді. Әйел жетім баланы балконға шығарып жібергенін ұмытты.